Неке дегеніміз отбасын құру және ұрпақ жалғастыру ниетіндегі үлкен де абыройлы іс. Ол адамның бүкіл болмысы мен жанын, ақылын түрлі адасушылықтардан қорғайтын сезімді басқарады. Дінімізде үйлену мәселесіне ерекше маңыз берілген. Пайғамбарымыздың үйленуге мүмкіндігі бола тұрып үйленбегендер менің үмметімнен емес деген хадисі бар. Сондықтан әрбір мұсылманға неке қиып, отбасын құру мұсылмандықтың шарттарының бірі. Ертеректе ата-бабаларымыз шаңырағын өзара түсіністікпен, бір-біріне деген махаббат сезіміне деген құрметпен негіздей отырып құрды. Өз кезегінде оның отбасының тату-тәттілігіне, ынтымақ бірлігіне өзіндік әсері болды. Жанұя мемлекеттілікті құрайтын үлкен тетіктердің бірі. Ал осы тетіктер өзара үйлесім мен үлкен игі бастамадағы мемлекетті іске қосатын рухани байлықтар. Алланың елшісі, ақиқатта адам үйленгенде үш түрлі ниетпен үйленеді. Біріншісі имандылығы, тәрбиелілігі, мінез, құлқы, парасаттылығы үшін. Екіншісі дүние, байлығы үшін. Үшіншісі сұлулығы үшін. Сіздер діндарлығына қарап үйленіңіздер, әйтпесе өздеріңізге зияндық істеген боласыздар деген. Сондықтан мұсылман адам ең алдымен кіммен некеге отыратынын, кіммен бас қосатынын білуі мен талғамды таңдауы болу қажет. Осы ретте мына бір жағдай еске түседі. Күндердің күнінде ісі оңға басқан бір саудагер үйіне құр қол оралады. Әйелі күйеуіне кешкі асын беріп отырғанда, оның оң көзінің сол жағына қарай қисайған кемшілігін бетіне баса айтады. Әйелінің бұл сөзіне қатты ызаланған күйеуі, біздің отау құрғанымызға бірнеше жыл болды, сол уақыттан бері менің көзімнің кемшілігін бүгін ғана байқап отырсың ба депті. Сонда әйелі, сізбен отау құрғалы бері мен сенің көздеріне көңіл бөлмей, тек үйге алып келген дүние заттарыңа назар тастап, қолыңа ғана қарадым. Бүгін сіз құр қол келгендіктен жүзіңізге қарап көзіңізге көзім түсті деген екен. Мұсылман ердің алдында некелескен әйелін барлық қажеттіліктермен, соның ішінде баспанамен қамтамасыз ету, тамақтандыру, киіндіру міндеттері бар. Ал өз кезегінде мұсылман әйеліне келесі міндеттер жүктеледі: күйеуіне бағыну, күйеуінің ата-анасы мен туыстарын құрметпен сыйлау, басқа бөтен ер адамдардан өзін қорғау, күйеуі ұнататын киім кию және иіс суды қолдану, күйеуінің жиған тергеніне ие болу. Тіптен күйеуі әйеліне бөлектенуді сұраса, еш қарсылықсыз бағыну, етеккірі болмаса. Осы арада мына бір хадистен мысал келтіре кетсек, Муаз Шамнан келген уақытта нәбиге сәжде етті. Мұны көрген нәби Муаз мұның не деп сұрағанда, ол мен Шамға барғанымда, ондағы адамдардың өздерінің епископ пен ақсүйектеріне сәжде ететіндерін көріп, біз де сізге солай сәжде етуімізді оң көрдім деп жауап берді. Сонда Расулуллах олай істемеңдер. Мен адамның адамға құрмет пен бойұсыну белгісі ретінде сәжде етуді бұйырар болсам, ең алдымен әйелдің өз еріне сәжде етуін бұйыратын едім. Әйелдің ері осыған лайық. Мұхаммедтің жаны билігінде болған Аллах тағаламен ант етемін. Тіпті ері әйелінен жаныңды бер деп талап еткен болса да, әйел өз еріне қатысты міндетін өтемейінше, Раббысының алдындағы міндетін өтемеген болады деген екен. Пайғамбарымыздың осы бір өнегесінен үлкен ұлағат көруге болады. Исламда әйел мен еркектің өзара міндеттері нақтыланып көрсетілген. Алдымен әйелдің ерінің алдындағы міндеттері мен әдебін атап көрсетсек. Бір әйел кісі күйеуінің рұқсатынсыз тіпті нәпіл ораза ұстай алмайды және үйіне бөтен адамды кіргізбеуі тиіс. Әбу Хурайра риуаят еткен хадисте, күйеуі жанында бола тұрып әйелдің Рамазан айынан тыс уақытта ерінің рұқсатынсыз ораза ұстауына, үйіне бөтен адамды кіргізуіне, малын жұмсауға болеген. Исламда отбасылық өмірдегі жұбайлардың шариғат белгілеп берген ақылары нәпіл ғибадаттардан жоғары тұрады. Бұған барша мұсылман бауырларымыз амал етулері керек. Екі әйел кісі үзірлі, мәжбүрлі жағдайы болмаса, күйеуінің шақыруынан бас тартпауы тиіс. Ұлы сөзде «ят жоқ» демекші. Бұл да әйел кісінің күйеуі алдындағы жұбайлық табылады. Әбу Хурайрадан риуаят етілген хадисте пайғамбарымыз ері төсекке шақырған уақытта келуден
тартқан әйелге періштелер таңайын. 3 әйелдің күйеуіне бағынуы, ер адам үйдің отағасы. Егер жұбайы күйеуіне бойұсынса, перзенттері де әкесінің тілін алатын, үлгілі болмай ма? Осыдан кейін отбасында сыйластық, ата-ананың балаға деген, шағаның ата-анаға деген сүйіспеншілігі артып, шаңырақта береке, бірлік орнайды. Қателіктерін жасыра білу, әйел адам жаратылысы нәзік бола тұра кейде ер адам көтере алмайтын ауыртпалықтарды көтере алады. Дегенмен олардың көңілдері бос келеді, жылы-жылы сөйлегенді ұнататын халық. Мұны ер азаматтар түсінулері қажет. Үй шаруашылығындағы кейбір кемшіліктерді көрсе де, көрмегендей болып, оны айтса да, көңіліне тимейтіндей етіп айтуға тырысуы қажет. Осындай болмашы нәрсенің кесірінен жанұяға талақ түсуі ықтимал. Ер адам жұбайының алдында әрдайым әдемі болып көрінуге тырысуы керек. Біз көбіне жақсы киімдерімізді көшеге шыққанда, қонаққа барғанда киеміз, сол кезде қырынып, жуынамыз, иіс сулар себінеміз. Ал үйге келгенде қалай болсын солай киініп жүре береміз. Дұрысы, үйдегі сізді күтіп отырған жұбайыңызға әрдайым жақсы киімдеріңізді киіп, иіс себініп, әдемі болып көрінуге тырысыңыз. Ер адам сабырлы болуы керек. Ер адам әйелі барлық жағынан кемел, кемшіліксіз. Менің жұбайым сондай адам, ол мені сыйлайды, ол маған қарсы шықпайды деп ойламау керек. Жұбайыңыз сіз күтпеген мінез көрсетуі мүмкін. Сондықтан менің жұбайымнан теріс сөз бен мінез көрініс табуы әбден мүмкін деп ер адам оған да дайын болуы керек. Осындай жағдайлар кездескенде кешірімді болып, түзелуіне көмектесуіңіз қажет. Ал егер сол кезде сіз де қызуқандылық танытсаңыз, жағдай басқаша болуы әбден мүмкін.